Бүгін Елордадағы физика-математика зияткерлік мектебінде 1000-ға жуық оқушы қосылып, бірнеше күй тартты. Сарыарқаны домбыраның күмбіріне бөлеген бұл кеш Гиннестің рекордтар кітабына тіркеледі. Кешегі Нұрғисадай алыптардың арманы болған тарихи сәттің бір куәсі тілшіміз Дариға Ташенова баяндасын. Бүгін біз физика-математика зияткерлік мектебі ұйымдастырған керемет шараның куәсі болдық. Мұнда еліміздің еңбек сіңірген өнер қайраткері Айшан Тоқтаған ең ауқымды домбыра сабағын өткізді. Оған ұстаздың 1000-ға жуық оқушысы қатысқан. Келушілер балалардың орындауында Сарыарқа, Балбырауын, Еркемай, Кеңес, Жастар бейі күйлерін тамашалай алды. Көрермендермен бірге бұл қойылымды Гиннес рекордтар кітабының өкілдері де көрді. 25 стюард пен 2 байқаушы орындаушыларға онлайн форматта бақылау жүргізді. Кітаптың өкілдері домбыра мен күй тартқан қатысушылардың ережені бұзу бұзбауын қатаң қадағалап отырды. Біз Гиннес кітабына хат жаздық. Ол кісілер хатымызды қабылдады. Содан кейін айтты, жалпы мына сабақ ретінде өтсін. Жалпы осындай ұлттық аспаптарда ойнаған ең көп қатысқан 250 деді. Біз айттық, біздің бүкіл мектеп ойнайды дедік. Содан кейін бірнеше залдарды жібердік. Соның ішінде мына залды таңдады. Себебі қазір тұрған мынау мүшелері әрбір 50 баланы бір эксперт бағалап қарап тұр. Олардың домбыраны ойнап отырған жоқ па? Әрқайсысын жеке-жеке шығарып шықты. Бірнеше камера жұмыс істеп жатыр. Айта кетерлігі, бүгін бір мектептің 1000-ға жуық оқушысы ұлттық музыкалық аспапта бірге күй орындауы алғаш рет тіркелді. Сол себепті бұл қазақстандық рекорд көрнекті жетістіктер мен бірге құбылыстар туралы жаһандық анықтамалыққа енгізіледі. Қатысушыларға оны растайтын арнайы сертификат табысталады. Дариға Ташенова, Ерзат Зайытхан, Хабар 24.